Қайырлы күн, құрметті қауым. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасына сәйкес 21 наурыз ұлттық тағам күні. Осыған орай аудандық орталық модельдік кітапхана және ақпараттық библиографиялық секторы қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже дайындауды ұйғардық. Осыған орай наурыз көжеге қосылатын тағамдарды таныстырып өтсек, қазақтың қара еті, яғни сүр етті де алуға болады, және де көже құрт. Өздеріңіз білетіндей, наурыз көжеге 7 дәнді дақыл қосылу керек: бидай, арпа, сұлы, қара бидай, қара қымық, күріш және де ақ. Бұл айран немесе сүт алуларыңызға болады. Ал енді кезек-кезек ретімен осы наурыз көжеге, және де ең басында айта кететін жағдай, наурыз көжені дайындамас бұрын етті ұзақ пісіріп алу керек, яғни дайын болғанға дейін. Ең бірінші дайын етімізді саламыз, араластырып. Одан кейін жаңағы айтып өткен қазақтың 7 дәнді дақылы бидай, арпа, сұлы, жүгері салып, бір ескертетін жағдай, осы 7 дәнді дақылды пісірген кезде сорпаның өзіне емес, бөлек қара суға, яғни пісіріп алған жөн. Наурыз көжеге суық бетінде қосыңыздар. Наурыз нағыз қазақтың мерекесі, жыл басы. Қыстан қалған сүретті асып жатады, сүреттен пісіріп жатады. Сүрдің дәмі сорпаға да, тамаққа да дәм тұзын білеп тұрады. Осыған орай сүреттен жасалған наурыз көже ұлыс мейрамы ақ мол болсын деп жатады. Осы наурыз көжеге ақ айранымызды қосайық. Ең соңында сүтті қайнатылған, яғни көже құрт деп аталады. Көже құртты араластырып, осымен наурыз көженің жасалу жолы Наурыз құтты болсын!